Барлығына сәлем. Бүгін біз холецистит ауруын талқылаймыз. Холецистит дегеніміз ас қорыту жүйесінде ең жиі кездесетін аурулардың бірі болып табылады. Латын грек тілінен аударған кезде холе өт, кетоз қап, этис қабыну деген мағынаны білдіреді. Бұл өт қабының қабынуы өте жиі кездеседі. Әйелдердің арасында, ерлердің арасында да жиі кездеседі. Негізінен холецистит жалпы ас қорыту жүйесінің ауруларына пайда болуына себеп ететін бұл дұрыс тамақтанбау болып табылады. Холециститтің пайда болуына да дұрыс тамақтанбау әсер етеді. Соның әсерінен өттің дұрыс ағып кетуіне кері әсерін еткізеді. Және де қазіргі таңдағы адамдардың арасында ең жиі ол ас қозғалу, яғни гиподинамияның болуы да көптеген аурулардың дамуына әсер етіп жатыр. Енді холециститтің түрін ол өттің қабынуы деп айттық. Өт негізінен бауырдың астында орналасқан ас қорытуға қатысатын кішкентай безді мүше деп аталады. Өт қабы деп аталады. Өт қабынан неге 12 елі ішекке ас қорытуға қатысатын, яғни негізінен майларды бөлінетін өт бөлінеді, өттің сөлі. Сол арқылы майлар ыдырайды. Яғни біз ағзамызға майды қабылдаған кезде оны ата май күйінде қабылдаймыз, ал бұл жасушаларға бару үшін биохимиялық түрден өтіп амин қышқылына айналады. Соны іске асыру үшін бізге өт те қажет болады. Өт бауырда түзіледі, ол кейін өт қабында жиналады. Тамақ түскен кезде немесе аз-аздан тамшылап 12 елішекке бөлініп отырады. Тамақ түскенде ол көбірек болып бөлінеді. Яғни осы өт қабынуын холецистит деп атайды. Мына жерде суреті көрінген желчный пузырь деп айтылады. Мұнда 12 елі ішекке келіп ашылады. Оди сфинктері арқылы 12 елі ішекке тағы да ұйқы безінің де сөлі бөлініп, ас қорыту процесі іске асады. Жалпы холециститтің пайда болуына әсер ететін фактор жаңа жоғарыда айтып өткен, ол дұрыс тамақтанбау және әртүрлі инфекциялардың пайда болуы, өттің дұрыс ағып өтпеуінің әсерінен, өттің дұрыс ағып өтпеуіне әсер ететін фактор ол өт жолдарында әртүрлі тастардың пайда болып қалуы немесе қан айналым жүйесіндегі бляшкалардың пайда болып қалуының әсерінен де холецистит пайда болады. Өт жолдарындағы тастардың өздері бірнеше химиялық құрамы бойынша бөлінеді. Ол холестеринді, пигментті, извест, яғни әкті және аралас болып холестерин деп аталады. Ол өт жолдарының тастары бөлек тақырыпта айтылады. Енді холецистит клиникасына келетін болсақ, негізінен ас қорыту жүйесінің ауруларының барлық симптомдары бір-біріне ұқсас болып келеді, өйткені олар бір аймақта орналасқан, яғни эпигастральды аймақ деп айтамыз. Ол асқазан, ұйқы безі барлығы жақын орналасқандықтан. Бұл кезде оң жақ қабырға астындағы ауырсыну жиі байқалады холецистит кезінде, ал ұйқы безінің ауруы кезінде төстің астындағы ауырсыну болатын болса, асқазан ауруы кезінде сол жақ қабырға астындағы аурулар болады. Осылар арқылы ажыратуға болады. Ал бауыр өзінде аурулары тек қана асқынған ауыр түрлерінде ғана білінеді, ал бауырдың ауырғаны білінбейді, өйткені ода жасушалар болмайды. Сол себепті де оң жақ қабырға астының ауырсынуына болса, онда біз холециститке күдіктенеміз. Көбінесе ауырсыну шыдатпайтын ауырсыну болады, приступ тәрізді. Майлы тамақтарды жегеннен соң, тамақ жегеннен кейін байқалады. Диспепсиялық синдром, яғни құсу, кекіру, қыжыл, аузынан сілекейдің көп бөлінеді, жаман иіс шығады және іштің өтуі, құсу жеңілдік әкелмейді. Дене температурасы көтеріледі және де жалпы өт жолының бітелуі болатын болса, холецистатикалық симптомдар көрініс береді. Және ауырсыну симптомы оң жақ қабырға астына басталып, оң жақтың аяқ астына қарай берінеді. Пайда болуына байланысты үнемі пайда болуы мүмкін, немесе анда-санда. Ұзақтығы бойынша бірнеше минуттан бірнеше күнге дейін ауырсыну берілуі мүмкін. Жіктелуі бұл холецистит, жіті холецистит және созылмалы болып бөлінеді.
жіті кең тараған хирургиялық аурулардың бірі болып табылады. Жиілігі бойынша аппендициттен кейін екінші орында тұр, өйткені бұл жерде өт тас ауруымен бірге келуі мүмкін. Негізінен холециститтің симптомдарына қарай отырып және де УЗИ-ға түсіре және жалпы қан анализдерін тексере отырып, қан анализдеріне қараған кезде қабынулы процестерді, биохимиялық қан анализіне қараған кезде билирубин, өттің ферменттерінің өзгергендігін байқай аламыз. Және де симптомдары бойынша арнайы өздері дәрігерге барған кезде тексеру әдістерін жасайды. Сол себепті де қан еміне келетін болсақ, егерде асқынбаған болса, онда консерватив медикаментозды түрде емдеуге болады, яғни дәрі-дәрмектерді қабылдау, диета сақтау. Ең бастысы негізінен аурудың болдырмаудың ең жақсы жолы ол диета болып табылады, ауруды емдегеннен гөрі. Сол себепті де диета ұстау болып табылады. Егерде холецистит болса, немесе өт қабы аурулары болса, онда гастроэнтеролог маманы сіздерге арнайы өзі диагнозды қойып ем тағайындайды. Өт жолдарының жұмысын жақсартуға арналған. Егерде ауыр түрлері болатын болса, онда операция жасалынады. Жалпы холецистит туралы осы. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсеткеніңізде, қандай да бір тақырыптар қызық болатын болса айтыңыздар, мен айтып беретін боламын. Сіздермен бірге болған дәрігер Жан Балтабайқызы.